Сәлем достар, шаршап жүрсіз бе? Ұйықтағанмен миыңыз демалмай ма? Еш себепсіз салмақ қосып, шашыңыз түсе бастады ма? Бұл стресс қой деп жүрсіз бе? Мүмкін бұл жай ғана стресс емес, бұл гормонның бұзылуы. Бүгін осы туралы қарапайым тілде нақты түсінікті етіп айтып беремін. Басыңыздан өткен болса, соңына дейін көріңіз. Ал егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Қалқанша безі мойынның алдыңғы жағында орналасқан көбелек пішінді кішкентай без. Бірақ бұл кішкентай ғана без ағзаның барлық жүйесіне әсер ететін гормондар бөледі. Ол гормондар ТТГ, Т4, Т3 гормондары. Яғни бұл гормондар сіздің зат алмасуыңызды басқарады. Олар энергия өндіреді, жүрек соғу жиілігі, асқазан жұмысы, дене температурасы, көңіл күй, етек-кір циклі, тіпті жүкті болу қабілетіне де әсер етеді. Яғни қалқанша безі дұрыс жұмыс істемесе, бүкіл ағза жабылып қалады. Жалпы гормон бұл ағзаңызды басқарушы кілт сияқты. Ол сіздің көңіл күйіңізді, салмағыңызды, етек-кіріңізді, ұйқыңызды, шашты, теріні бәрін басқарады. Тіпті сіздің таңертең тұрып шаршадым деп айтқаныңыздың да артында гормон тұр. Яғни гормон бұл смартфондағы қосымша сияқты. Егер бір қосымша дұрыс істемесе, бүкіл телефон тұрып қалады. Сол сияқты бір ғана гормон бұзылса, барлық ағза соны күтіп тұрады. Гормонның бұзылу әсерінен адамдарда ұйқышылдық, салмағы артады, әсіресе іш пен белге май жиналады, шаштары түсіп, безеу көбейеді, етек-кірі тұрақсыз, бірде бар, бірде жоқ болады. Қан қысымы ойнауы мүмкін, көңіл күйі тұрақсыз, шаршағыш, ештеңеге зауқы жоқ болады. Тіпті балалы болу қиындайды. Қыздар, көпшілігіміз шаш түсті шампунь ауыстырамыз, етек-кір кешіксе стресс қой дейміз. Бірақ бұл белгілерді жүйелі түрде қарау керек. Яғни, осы қалқанша безінің гормондарына келетін болсақ, егер ТТГ жоғары болса, шаршайсыз, салмақ қосасыз. Қалқанша без баяу жұмыс істесе, депрессияға ұқсайды. Келесі поликистозды аналық без синдромы. Жиі кездеседі, бірақ диагноз қойылмай жатады. Етек-кірдің кешігуі, бездеу, шаш түсу, бедеулік негізгі белгілері болып табылады. Пролактин, көңіл күй бұзылып, либидо төмендейді. Етек-кір жоғалып кетуі мүмкін. Бала емізетін әйелде де жоғарылауы мүмкін. Егер ТТГ жоғары болса, не болады? Бұл гипотериоз деген жағдай. Яғни, қалқанша безі баяу жұмыс істеп жатыр деген сөз. Ағзаға қажетті гормондар Т3, Т4 аз бөлінеді. Бұның белгілері күнде ұйықтап жатсаң да шаршай бересің. Салмақ өседі, тіпті аз тамақ жесең де. Тері құрғайды, шаш жұқарады. Ұйқышылдық, ұмытшақтық, көңіл күй түсуі, депрессияға ұқсас жағдай. Етек-кір бұзылыстары жүктілікке кедергі болуы мүмкін. Егер ТТГ төмен, Т3, Т4 жоғары болса, не болады? Бұл гипертериоз деп аталады. Қалқанша безі керісінше шамадан тыс жұмыс істеп, гормондарды көп бөліп жатыр. Бұл кезде жүрек қатты соғады, адам салмақ тастайды, тіпті көп жесе де. Тершеңдік, қолдың дірілдеуі, ұйқысыздық, ашушаңдық, мазасыздық, етек-кір серейді, көз шарасы алға шығып кетуі мүмкін. Көп адамдар өздерін көңілсіз, алаңсыз сезінсе, психикадан деп ойлайды. Бірақ гипертериозда да дәл солай болады. Қалқанша безінің бұзылысы неге жиі кездеседі? Яғни бұл кезде адамда йодтың жетіспеушілігі, созылмалы стресс, жүктілік, босану, аутоиммунды аурулар, қомқуалаушылық деген секілді. Енді келесі кезекте поликистозды аналық без синдромы. Яғни бұл аналық бездің жұмысы бұзылып, овуляция болмай қалатын гормоналды синдром. Яғни әйел ағзасында жұмыртқаның пісіп шығып, овуляция мен жатыр қуысына жетуі қиын болады. Бұл жағдайда әйел бала көтере алмайтын жағдайға жиі ұшырайды. Яғни бұның басты белгілері
етеккір кешігуі немесе мүлде тоқтауы мүмкін. Бедеулік, яғни бұл овуляция болмағандықтан болады. Безеу әсіресе бет, арқа, иек аймағына шығады. Шаштың түсуі әсіресе маңдайда жиі кездеседі. Салмақ қосу, іш аймағында май жиналады. Денеде артық түк пайда болады. Иекте, іш, арқа, қолдарда артық түктің пайда болуын көреміз. Яғни осы поликистозды аналық без синдромы неліктен пайда болады? Бұл инсулинге төзімділік. Ағзада инсулин жақсы жұмыс істемейді. Қанда глюкоза көбейеді. Гормон тепе-теңдігі бұзылады. Андрогендер, яғни ер гормондары шамадан көп бөлінеді. Тұқым қуалаушылықта рөл ойнайды. Артық салмақ, стресс, ұйқы бұзылысы, нашар тамақтану әсер етеді. Келесі кезекте пролактин гормоны. Жалпы пролактин дегеніміз не? Ең бірінші осыған тоқталайық. Бұл гипофизден бөлінетін гормон. Басты қызметі босанғаннан кейін сүт шығару. Бірақ кейде бала емізбейтін әйелдерде де пролактин артып кетеді. Бұл қалыпты емес. Пролактин жоғары болса не болады? Етеккір жоғалып немесе сирек келуі мүмкін. Бедеулік, кеудеден сүт бөлінуі мүмкін. Бала емізбесе де. Көңіл күй бұзылады. Жыныстық құштарлық, либидоның төмендеуі, бас ауыру, көру бұзылыстары болады. Себептері созылмалы стресс болған жағдайда, адамның ұйқысы бұзылған кезде, яғни қалқанша безінің, тітігінің бұзылыстары кезінде, кейбір дәрілер, яғни антидепрессанттар, гормондар секілді қабылдаған кезде пайда болады. Қорытындылай кетсек, қалқанша безі біздің жасырын басқару орталығымыз. Ол дұрыс жұмыс істемесе, адам өзін тірі емес, автомат сияқты сезінеді. Шаршадыңыз ба? Көңіл күй жоқ па? Салмақ қосыла ма? Бірден гормон тексеріңіз. Көп жағдайда мәселе тек сізде емес, гормондарда. Ал олар емделеді. Ең бастысы дер кезінде анықтау. Достар, сізде осы белгілер болды ма? Комментарийға жазыңыз, қандай гормон анализін тапсырып көрдіңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.